Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Міне біз сіздерге бүгін бір қызықты, түрлі маңызды тақырып айтып сөйлемек тұр. Бұл сүйекті жемістерде кездесетін комет немесе гамоз деп айтады. Мұндай шырыштану немесе сағыз деп айтады. Көрдіңіздер ме? Мына тұр. Мына жақтан да шығып жатыр. Мынау алша ағаш, черешня ағашы. Мынадан да шығып жатыр. Енді бұған біз тоқталамыз, неден болатынын. Деген нәрселер. Бұның себептері өте екі-үш түрлі себебін айтып өтейік. Ең бірінші себебі тамыр жүйемен, яғни телінген болатынымызда, прививка жасалған болатынымызда, өте мықты тамыр жүйесіне әлсіз сабақ енгізіліп қойған болатын болса, онда ол тамыр өзінің бойындағы тургор осмоспен жоғары қарқынмен айдаған кезде қоректі элементтермен суды денесі көтере алмай қалады, жарып жібереді. Сол шығып. Бұл негізі бұл шығып тұрған бұл өсімдіктің бойындағы сөлі. Өсімдіктің бойында жүрген сөл. Бұл жаңағындай бірінші себеп тамыр мықты болған кезде, яғни шлангілер давление көтере алмай кезде жарылады, қысымда. Сол сияқты жарылып шығып кеткеннен болады. Екіншісі бір себебі бұл механикалық жарақаттардан. Бұл обрезка болсын, немесе тиіп кеткен болсын деген сияқты. Содан болады. Мынау біздің жағдайымызда бұл неден болып тұр, кесу жұмысының нәтижесінде шығып тұр. Одан кейінгі тағы бір себебі, яғни ол қысты күні, яғни күн сәулесіне қабықтар жарақаттанған болса, көктемде бойында қысым көбейген кезде, жоғары сулар қоректеніп жүрген кезде, яғни ол жерден шығып кетеді. Яғни негізінен осы үш себебін айтқым келіп отыр. Енді не істейміз бұны? Бұл шықты. Бұдан не қауіп бар деген. Мына өріктен де көре салайық, бар ма екен? Бұл жерде жоқ екен. Бұл негізі сүйекті жемістерде болады. Бұны көрдік дейік. Бұны шығып тұр екен. Енді не істейміз? Бұл негізі өте мықты қорек аурулар үшін. Бұған міндетті түрде аурулар келіп қонады. Бактериялар, саңырауқұлақтар. Сол үшін бұл жерге инфекцияның қақпасы ретінде көруге болады. Ішіне кіріп кететін. Бұны жаңағында айтып отқандай шырыштану немесе гамоз деп айтады. Бұны ауруға да жатқызады біреулер, физиологиялық ауруға. Енді бұны мынандай дағы бір нені аламыз, темір щетканы алсақ болады. Сосын мынаны қырып түсіреміз мынаның бәрін. Жаңадан шығып отқандар ше, қатып қалғандар қатты мәселе емес енді. Сосын оны қырып тастаймыз да, сөйтіп орнын мыс сульфаты бар, медный купорос. Сонымен мына жер су араластырып, оны губкамен ба нәрсемен жуып жасаламыз. Яғни ол не деген сөз? Біріншіден біздің инфекцияны шырышты алып тастады біріншіден. Екіншіден, ол жерге инфекция түскен болатын болса, егер саңырауқұлақтар, онда сол медный купорос мыс сульфатымен оны көзін жойдық деген сөз. Негізінен осылай жасалынады. Басқа оның амалы жоқтың қасы.